YouTube каналға қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін осындай нежный Рафаэлло тортын дайындап көрсетемін. 4 жұмыртқаға қантымызды салып, 2-3 есе көтерілгенше жақсылап миксерлейміз. Қанттың ерігенін осылай тексеріп көресіздер. Содан соң миксердің қажеті болмайды. Бөлме температурасындағы сұйық майды құямыз, араластырамыз. Сүтімізді құямыз, барлығын бір бақытта жоғарыдан төмен қарай араластырасыздар. Содан соң ұн мен разрыхителді бөліп, осылай бір бақытта жоғарыдан төмен араластырып шығамыз. Бізде қою масса дайын болады. Осы аралықта пешімізді қыздырып қоямыз. Содан соң кокосовый стружканы қосып, жақсылап араластырамыз. Керек формаға 3-ке бөліп пісіретін боламыз. Пешіміз міндетті түрде қызуы керек. Корждарымыз пісіп жатқанда крем дайындаймыз. Менде сливки және сгущенка. Оған кокосовый стружканы қостым. Содан соң қою әппақ крем болғанша миксерлеп шықтым. Креміміз дайын. Осы уақытта корждарымыз да пісіп дайын болады. Оны бірден кольцоға жинайтын боламыз. Суыған соң әрине бірінші коржды саламыз. Пропитка, менде сгущенка мен су. Жақсылап пропиткасын жасап, кремді саламыз. Осылай барлығын қайталайтын боламыз. Соңғы бетіне пропитка жасап, пропитка болған бөлімін бетіне аударып қоясыздар. Сол кезде тортымыз жақсы сіңетін болады. Холодильникке 4-5 сағатқа жібересіздер. Менде дайын болған торт. Кольцодан жақсылап шешіп, жан-жағын тегістеп, қалған кремдеріңіз болса жағып жіберсеңіздер болады. Содан соң мен жан-жағына және төбесіне кокосовый стружканы сеуіп шықтым. Дәмі деген нағыз Рафаэллоның дәмі болып шығады. Оформление өзіңіздің қалауыңызша, осылай қалса қалдырсаңыз да болады. Немесе әртүрлі Рафаэлло конфеттерін қойсаңыз болады. Мен осылай жан-жағын тек сары қойып, содан соң жазу жаздым. Енді алдан жаңа жыл келе жатқан соң, бір жағы жаңа жылдық тортқа да жатады. Мінекей, қазір кесіп көрсететін боламын. Осындай бисквиті де жіңішке, кремі де тегіс, нәзік, үлпілдек болатын. Біздің осындай жұмсақ Рафаэлло тортымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай, құрамы да қарапайым. Өте дәмді торт. Сіздер де жасаңыздар, маған лайк басуды ұмытпаңыздар.